ақш жастары телефондарын күніне 3,5 сағаттан астам пайдаланады. Уақыттың көп бөлігі әлеуметтік желіде өтеді. Сұрақ: әлеуметтік желіден бас тарту арқылы қандай артықшылықтарға қол жеткізуге болады? Сіз өнімдірек бола аласыз ба? Зейін салу қабілеті дамиды ма? Сіздің өміріңіз қалай өзгеруі мүмкін? Контент жасау арқылы ақша табатын және аудиториямнан тәуелді адам ретінде менің білгім келгені: өз ісімді дамыту және қолдау үшін әлеуметтік желілер қажет пе? Осыны білу үшін мен 30 күн бойы әлеуметтік желіні тастап кетем. Алғашқы күндер ең қиын болды. Қатаң шараларды қолданусыз өзімнің ескі әдеттеріме оралатынымды білдім, және күні бойы мен телефонымды үнемі тексеретін боламын. Сондықтан барлық әлеуметтік желілердің қолданбаларын жойып, компьютердегі барлық тіркелген желілерден шықтым және тарихты тазарттым, қиындықтар туындамау үшін. Алайда бұл жеткіліксіз болды. Көптеген адамдар сияқты менің миым үнемі телефоныма қарау қажеттілігін сезіне берді. Және де мен контенттен де тәуелді болдым. Лайктар мен пікірлерден және хабарламалардан ғана емес, бұл бір оқиғаларды күту әсерінен. Мүмкін әлеуетті клиент жауап берді. Мүмкін мен жазбалардың бірі вирусқа айналды. Мүмкін мені Скала твитнуть етті. Скаламен твитнуть етті, жарайды. Бұл рас болды. Бірақ әдетте маңызды ештеңе жоқ. Сондықтан маған алшақтауым керек болды. Жұмыс кезінде телефонымды жатын бөлмеге қалдыра бастадым. Мүмкін болса үйден шыққанда өзімен бірге алмауға тырыстым. Қалталарды 3 рет сипау туралы білесіз бе? Үйден шығарда телефоныңызды тексеріңіз және әмиян мен кілттерді. Мен оны 2 рет сипауға айналдырдым. Тек қана кілттер мен әмиян. Бір аптадан кейін мен телефонды ұстап алудан арылдым. Үйден онсыз кету енді бір түрлі сезінбейтін болды. Әлеуметтік желілерден бас тартуыңызға бірнеше себеп әсер етуі мүмкін. Әрқайсысы үшін салдары өзгешелеу болады. Бірақ мен көпшілігімізге әсер етуі мүмкін 3 негізгі себепті таптым. Кейбір адамдар қолданбалар Instagram сияқтылар оларды басқалармен салыстыру режиміне ауыстырады деп ойлайды. Біз үнемі басқа адамдарда не бар екен қарастырамыз және инстинктивті түрде сіз де соны қалайтын боласыз. Басқалары кері байланысқа тәуелді. Бір зерттеу көрсеткендей, көбінесе адамдар орташа электр тоғын соғуын қалайды. Бөлмеде өздері жалғыз 15 минут отырғаннан гөрі. Телефоныңыз сізді әрқашанда байланыста екеніңізді сездіртеді. Сондықтан да бұл ең күшті уақыт өлтіруші, жұмыстан алшақтатуы және өнімділікке зиян келтіруі мүмкін. Мен осы 30 күндік сынақты бастаған кезде әлеуметтік желілерде пост жазуды мүлдем тоқтатуды жоспарлаған жоқпын. Бастапқыда мен үшін жағымсыз жанама әсерлер осыларға байланысты деп ойладым. Олар өзіңізді басқалармен салыстыру және ойды алаңдататын нәрселер. Мен Instagram сияқты платформаны пайдаланудың пайдасын көргім келді. Аудиторияға жақын бола тұрып, Instagramның өзін қолданбай, яғни посттарды басқа қолданбалар арқылы жариялау. Мүмкін мен өз тәуелділігімді түсіндірдім. Мен шынымен де әлеуметтік ортадан алшақтау кесірінен өмірім бұзылады ма? Және адамдар менің бейнелерімді көруді тоқтатады ма? Мен күн сайын пост жариялап тұру керекпін деп ойладым. Әйтпесе Instagram мен алгоритмдерімді жаман қылып тастайды. Бұл іс жүзінде болу керектігін. Бірақ міне шын мәнісінде не болғаны. Алғашқы бірнеше аптада мен бірнеше фотосуреттер мен твиттерді жаздым. Бірақ кері байланыс циклын өзгенде мен бірдеңе жариялауды жалғастыруға қандай да бір ерік жігерімді жоғалттым және де пост жариялауды тоқтаттым. Бірақ мен блогыма арналған платформа ретінде пайдаланатын YouTube-қа бейнелерді жариялауды жалғастырдым. Мен үшін тәуелділік әсері басқа әлеуметтік желілер сияқты емес, әлде бар ма? Бірнеше аптада мен бұл туралы ойланбастан телефонды ұстайтынмын. Оның құлпын ашып және беттерді айналдыра бастаймын. Менің ойымды толтыру үшін бірдеңе іздейтінмін. Содан кейін әлеуметтік желілер жойылғанын түсінгенде шын өмірге оралатынмын. Мен телефонмен әлдеқайда аз уақыт өткізе бастадым. Күніне орта есеппен 23 минут. Өткен аймен салыстырғанда күніне орташа есеппен 98 минут жұмсадым. Сіз бірдеңе жасауға уақыт жоқтығы жайлы сылтау айтып көрдіңіз бе? Менде де бұрын сондай болғанын білемін. Көбірек кітап оқып, жаттығу залына баруды бастап, немесе өз ісіңізді ашқыңыз келеді. Көбіне бізде бұған уақыт жоқ деп ойлаймыз. Шын мәнінде бұл дұрыс емес басымдықтарға байланысты болуы мүмкін. Мүмкін уақытымызды қайда өткізетініміз туралы ойлануымыз керек. Мысалға, әлеуметтік желілерде. Сіз өмірде нені бағалайтыныңызды түсінгенде, өміріңізді немен толтырғыңыз келетініңізді түсінген кезде, сізді алаңдататын нәрселерден бәрібір де құтылу керек. Тек қана мен үшін кейде ол әлеуметтік желілер болады. Менің бизнесіме оралсақ, жағдай нашарлады ма? 30 күндік жолдың жартысында ешқашанда болмаған YouTube-тегі жазылушылар өсімінің ең жоғары шыңын байқадым.
Осы уақытқа дейін мен бейнелеріме мұндай реакциялар мүлде болмаған. Егер сізге қызық болса, мен трендтерге өсіп келе жатқан ютубер ретінде кірдім, ал бұл құлдырау кезінде YouTube боттардың үлкен санын жойды. Осы 30 күннің ішінде мен 124 мыңнан астам жазылушы алдым. Бұл қандай трафиктің көзі? Менің арнамдағы бейне минималистің бір күні 10 күнде 3 миллион қаралым жиналды. Ақша туралы айтатын болсақ, мен Patreon'ымда демеушілердің ең үлкен өсімін алдым. Сонымен, мен әлеуметтік желіні бір айға тастаған кезде жазылушылардың экспоненциалды өсуін байқадым. Бұл кездейсоқтық шығар, мен ол видеоны бәрібір шығарар едім. Бірақ осының арқасында мен ойладым, неліктен мен әлеуметтік желілерде көп уақыт өткіздім? Егер мен өмірдегі ең басты нәрсем ол бейне түсіру болса. Сет Годин осы айда әлеуметтік желілер бұл симптом, тактика емес деген мақала жазды. Ол жақта жазғаны, Мона Лизаның әлеуметтік желілерде болуы тым көп, оның бейнесі әр жерде, бірақ ол Twitter жазбайды. Ол әлеуметтік желілерде танымал, өйткені ол икона, бірақ ол икона емес әлеуметтік желілерде танымал болғандықтан. Әлеуметтік желілерде тұрақты болу өте еліктіргіш. Бірақ бұл тупик. Сөз сөйлеудің алдында 1 сағат бойы галстук таңдау сияқты. Күніне қосымша 1 сағат алған соң мен аздап өнімдірек болғанын сездім. Бұл жұмысымды тезірек бітіруге көмектесетін болды. Және де мен көбірек контент жасай алатынымды білдірді. Немесе мен бұл уақытты отбасыммен бірге өткізе аламын. Мен мұны істедім 1 аптаға үйге барғанда. Менің жиенім Оливер дронымды әлемдегі ең керемет нәрсе деп ойлады. Сабақ, өнімділік әрқашанда көрсеткіштердің үлкеюіне апармайды. Тағы бір сабақ. Оливерге дрон бермеңіз. Сіз телефоныңызды тексеруден бас тартқанда белгілі бір анықтық аласыз. Бұны түсіндіру өте қиын. Сонымен қатар оңай. Сезімімді білдіру мүмкін емес болып тұр. Бірақ мен нақты айта аламын. Мен өзімді жақсы сезіне бастадым. Қазір маған әлеуметтік желілердің пайдасын көру әлде қайда қиынырақ болды. Инстаграмға және ұқсас қосымшаларға кіруге деген ұмтылыс ол бір нәрсені көрмей қалу қорқынышынан туындайды. Қандай да бір себептермен біз оның маңызды екеніне өзімізді сендірдік. Бұл бір қажеттілікке айналды. Бірақ мен әлеуметтік желілерге оралғанда бір қарапайым шындықты түсіндім. Мен мүлде ештеңені жіберіп алған жоқпын. Енді келесі 30 күніме қарағанда жеке контент жасаушы автор ретінде және күнімде шектеулі сағаттар бар адам ретінде мен оларды бұрынғыдай жұмсағым келетініне сенімді емеспін. Ары қарай Мэтт өзінің Patreon аккаунты жайлы баяндайды. Және әрине, келесі бейнелерді өткізіп алмау үшін арнаға жазылыңыз. Қарағаныңыз үшін рахмет.